Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Азекен ғой арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге GTA San Andreas ойындағы өте қорқынышты оқиғаны айтып, ішіне жын кіріп кеткен GTA San Andreas'тың версиясын көрсететін боламын. Видео басталмастан бұрын подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкта басып қойыңыздар. Және видеоны GTA San Andreas ойнайтын достарыңызға да жіберіңіздер. Видеоны термей соңына дейін көріңіздер, себебі видеоның әр жерінде қызықты сәттер өте көп. Ал біз видеомызды бастаймыз. жылы 18 октябрь күні GTA San Andreas ойынын күнделікті ойнап жүрген ютубер ойыншы кешкі 10-да GTA San Andreas'ке кіруді шешеді. Оның іші пысқандықтан жай ғана ойынға кіріп, адамдарды өлтіріп атысады. Бірақ соңы жаман болып аяқталатынын күткен жоқ. Ойын басталғаннан соң CJ өз үйінен спаун істейді және өз үйінен шығады. Ойыншы көшеге шығып, жолдың қақ ортасына барып, адамдарды атуды бастайды. Сол кезде ойынның ішінде сағат түнгі 2 болып тұреді. Адамдарды, көліктерді атып жатып, ол картада барлығы жоқ болып кеткенін байқайды. Ойыншы оны көргеннен кейін қатты қорқады және арқаға айналып қараған кезде бір полицейскийді көреді. Полицейский қызметкерінің жанына жүгіріп бара жатқан кезде мені өлтірмеші деген жазу шығады. Ойыншы ойланып тұрып, қызық үшін бәрібір оны өлтіруді шешеді. Оны атып тастаған соң CJ-дің телефонына біреу хабарласады. Hello? CJ! Help me! No! Осындай сөздерді естіген соң ойыншы қатты қорқады және CJ-ге кім хабарласқанын біле алмайды, себебі ол миссияның барлығын орындап бітіріп тастаған. Сол кезде ойынды сохранить ету үшін үйіне кіреді. Үйіне кіргеннен соң, бірақ ойынды сохранить ететін иконканы таппайды. Ол бөлмелердің барлығын аралап іздеп шығуды шешеді, бірақ сонда да ойынды сақтап ойындан шығатын иконканы таппайды. Қайдан екенін білмеймін, бірақ ойынды сақтайтын жер үйдің ішінен мүлдем жоқ болып кеткен. Ойында осындай біртүрлі құбылыстарды байқаған соң, ойыншы қорқып тұрса да әрі қарай қызық үшін ойынды зерттеп ойнауды шешеді. Барлығы қайтадан орнына келіп қалған шығар деп ол сыртқа шығып көреді. Бірақ сонда да қалада ешкім жоқ, тірі жан жоқ. Ал бағанағы өлген полиция қызметкері әлі жатыр. Оның денесі негізінен өшіп жоқ болып кетуі керек еді. Сол кезде CJ-дің телефонына тағы біреу хабарласады. Really? Сол кезде ойыншы одан да қатты қорқып кетеді. Себебі картада бір жер пайда болған еді. Ойыншы қорықса да, оның не екенін білгісі келіп, баруды шешеді және мотоциклге мінеді. Картадағы жерге бара жатқан кезде бүкіл ойында еш нәрсе жоқ екенін қайтадан байқайды. GTA-дағы барлық персонаждар, көліктер барлығы да ғайып болып кеткен. Ал ойыншы ол жерге жетем дегенше мен сіздерге бір нәрсе айта кетейін. Мұқият тыңдаңыздаршы, сіздерден өте үлкен өтініш, менің екінші арнамада тіркеле кетіңіздер. Ол Казонимус арнасы, мен ол жақта өзім туралы қызықты реакциялар, қызықты қорқынышты видеолар, тіпті осы жақта көрсететін қорқынышты ойындарға стримдар, видеолар түсіретін боламын. Екінші каналымның ссылкасы описанияда немесе комментарийде болады. Ойыншы қорқынышпен сол жерге жетіп барады және өзі күтпеген нәрсені көреді. Ол жерде CJ-дің ағасы Свит жараланып жатыр еді. Ойыншы қатты таңғалады, себебі ол GTA-дағы миссияның барлығында бітіріп тастаған және бұның қайдан шыққанын да білмейді. Құдды GTA ойынның ішіне шайтан кіріп кетіп тағы бір миссия қосып жібергендей. Ойыншы еш нәрсе істей алмайды, оған көмектесе де алмайды. Оны атып тастасам ойындағы біртүрлі нәрселердің барлығы бітетін шығар деп оны атуды шешеді. Дәл содан кейін CJ-ді басқа пустой картаға тастайды. Сол кезде ойыншы осындай бір нәрсенің еттерін, бір нәрсенің денесін көріп қатты қорқып кетеді. Ол біресе үлкейіп, біресе кішірейіп тұрады. Одан кейін ойыншы картаның жанында осындай баспалдақты көреді. Баспалдаққа шығып бара жатқан кезде еттердің барлығы жоғалып кетеді. Ойыншы еш нәрсені түсінбегендіктен баспалдақты толығымен айналып жүгіріп шығуды шешеді және жүгіріп бара жатқан кезде осы нәрсені байқап қалады. Мүлдем бет-терісі жоқ, өте қорқынышты Свитті көреді. Ол еш нәрсе істемей, қимылдамай, жай ғана демалып тұрады. Ойыншы дәл осы кезде қатты таңғалып, қорқып кетеді. Сосын Свитке атып өлтіріп көруді шешеді.
Оның атып жатқан оқтарының ешқайсысы да Свитке мүлдем тимейді. Ол қорыққаннан қашып кетпекші болады, бірақ қашып бара жатқан кезде Свит ғайып болып кетеді. Ойыншы осы жерден ГТАны жаба салғысы келеді, бірақ мынандай есікті көріп қалғаннан кейін осы жерге барып, ішіне түсіп көруді шешеді. Түсіп сол жерді біраз аралағаннан кейін ол бағанағы еттердің тұрғанын қайтадан байқайды. Сонда да ол оның ненің еттері екенін түсіне алмайды. Түсінбегеннен кейін оны атуды шешеді. Дәл сол сәтте CJ ойыншыға басқарылмай өзінен өзі жүріп, картадан шығып белгісіз жерге құлап кетеді. Осымен ойыншы барлығы бітті. Қазір CJ жерге құлап өледі, сонымен ойынның барлығы қайтадан өз қалпына келеді деп ойлайды. Сосын CJ бір жерге құлайды. Game over, bitch. GTA ойыннан өзінен өзі компьютер шығып кетеді, және компьютердегі фон жоқ болып кетіп, қап-қара фон тұрады. Ойыншы қайтадан GTA-ға кіріп көруді шешеді, бірақ GTA ойыннан қателік шығып ойынға кірмейді. Ал мынау алдыңғы видеодағы керемет комментариялар. Егер де сіздердің де керемет комментарияға түскілеріңіз келсе, онда осы видеоның астынан да керемет комментарий жаза кетіңіз. Осымен достар, видеомыз соңына да келіп қалды. Видео ұнаған болса, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкта басып қойыңыздар, және өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырып кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған аз екен ғой арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.